Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бенто тортын жасаймыз. Оның құрамына кіретін 4 жұмыртқа, 120 грамм қант, 80 грамм сары май, 110 грамм ұн, 10 грамм қосқыш. 4 жұмыртқамызды алып, бір келкі қылып араластырып аламыз. Үстінен қантымызды салып, ұлғайғанша араластырамыз. Қантымыз ерігеннен кейін сары майымызды саламыз. Салып массамыз бір келкі болып араласқанша үстінен 110 грамм ұнымызды салып, үстінен қосқышты салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін екіге бөліп, бір бөлігіне 10 грамм немесе 20 грамм какао қосып, видеодағындай етіп араластырып аламыз. Дайын болған массамызды дайын болған противенің үстіне екіге бөліп, видеодағындай етіп жайып аламыз. 180 градусқа 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Піскен коржымызды ұнаған формаларыңызға осылай етіп кесіп аласыздар. Кремін дайындайсыз. Видеодағындай етіп қоюланғанша араластырып, осылай етіп кремін жағып шығамыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Өте оңай.